Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін зат есімнің септелуі туралы сабақты өтетін боламыз. Зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың атын білдіретін сөз табы. Мысалы, достық, кітап, дала, алма, ой, не деген сұраққа ал адам, айгүл, оқушы, әке, кім сұрағына жауап береді. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жасалынатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері. Зат есімнің септік жалғаулар арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейді. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болады. Ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұраққа жауап береді. Ілік септігі атау септігіндегі сөзге ның, нің, дың, дін, тың, тін жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септік жалғаулары деп атайды. Барыс септігіндегі зат есімдер кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Барыс септігі атау септігіндегі сөзге ға, ге, қа, ке қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұраққа жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге н, д, т жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септігі жалғаулары деп атайды. Жатыс септігіндегі зат есімдер кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұраққа жауап береді. Жатыс септігі атау септігіндегі сөзге да, де, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септігі жалғаулары деп атайды. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, ден жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды. Зат есімнің септіктерін, сұрақтарын, жалғауларын көшіріп жазып, есте сақта. Септіктердің атауы, сұрақтары және жалғаулары. Атау септік кім, не. Ілік септік кімнің, ненің. Жалғаулары ның, нін, дын, дін, тың, тін. Барыс септігі кімге, неге, қайда. Ға, ге, қа, ке. Табыс септігі кімді, нені. Н, не, д, т, т. Жатыс септігі кімде, неде. Да, де, та, те. Шығыс септігі кімнен, неден. Нан, нен, дан, ден, тан, тен. Көмектес септігі кіммен, немен, мен, бен, пен жалғаулары жалғанады. Ал енді мысал түрінде түсіндіріп өтейін. Атау септігі адам және табиғат сөздерін алдық. Ілік септігінде адамның, табиғаттың. Барыс септігі адамға, табиғатқа. Табыс септігі адамды, табиғатты. Жатыс септігі адамда, табиғатта. Шығыс септігі адамнан, табиғаттан. Көмектес септігі адаммен, табиғатпен. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.